Сәлем, құрметті жан. Перизат Султан YouTube каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сонымен қатар мен инста парақшамды да жүргізуді қолға алдым. Экранда көрсетілген Перизат Султан инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз. Доктор Джо Диспенза «Өзіңе өзің плацебо» кітабы 6 бөлім. Кітаптың басы және жалғасының сілтемесі видеоның описание бөлімінде сақталады. 7 бөлім тұтастай біздің болмысымыздың күйін қалайша түсініктеріміз, сенімдеріміз, қабылдауымыз өзгертетінін, сол арқылы сенің жеке тұлғаңды, сенің дербес шындығыңды қалай қалыптастыратынын баяндайды. Біз оларды қалай қозғалысқа келтіріп, жаңа шындық тудыруға болатынын талқылаймыз. Санадан тыс жатқан сенімдерді іске қосатын күш туралы сөз қозғаймыз. Сондай-ақ, сен өзің аңғармай-ақ көкірегіңде көтеріп жүрген кейбір сенімдеріңді саналы түрде ұғынуға мүмкіндік аласың. Мен сенімдер мен қабылдауды өзгерту үшін айқын ниет пен эмоциялық шабытты неге ұштастыру қажет екенін егжей-тегжейлі түсіндіремін. Дәл осындай үйлесім сенің ағзаңды өзің мүмкіндіктердің кванттық өрісінен таңдаған болашақ әлеует әлде қашан жүзеге асып қойғанына сендіреді. Мұндай күйді сезіну өмірлік маңызы бар шарт. Өйткені адам жасаған таңдау қуатты энергиямен қуатталғанда ғана, ол энергия миындағы ескі үлгілерден де, тәніңдегі эмоциялық тәуелділіктен де әлдеқайда басым болғанда ғана, ол өз миының сызбаларын өзгертіп, тәніндегі гендердің көрінісін жаңарта алады. Яғни тәнің жаңа санамен қайта бағдарлап, ескі нейрондық сұлбалар мен рефлекстердің ізін толық өшіре алады. Олай болса, 7 бөлімді бастайық. Осы уақытқа дейін менімен бірге осы кітапты тыңдап келе жатқан болсаңыздар, комментарийге міндетті түрде 7 санын немесе плюс белгісін қалдырып кетіңіздер. 7 бөлім ұстанымдар, сенімдер және қабылдау. 12 жастағы индонезиялық бір бала жанары селт етпес бей-жай қалпында аузына әйнектің сынған қиыршықтарын салып беріп жатқан жұрт арасындағы қызыққұмарлардың әрекетіне еш тосылмайды. Олар Джакарта қаласындағы саябақтардың бірінде жиналып, дәстүрлі яван транс биін тамашалауға келген. Бала әйнекті кәдімгі бір уыс попкорн, не қытырлақ чипс жегендей шайнап, жұтып қояды. Әрі одан ешқандай зиян шекпейді. 3 буын бишілер әулетіне жататын, ол 9 жасынан бері осындай мистикалық қойылымдарды әйнек жұтып келеді. Әрбір қойылым алдында ол және биші группасының өзге 19 мүшесі яванша дуаны қосыла сарнап оқиды. Олар өлгендердің рухтарын шақырып, сол рухтардың біреуінің бойына еніп, бүкіл бей бойы соның ішінде тұрақтап, оны ауырсынудан қорғауын тілейді. Бұл бала мен оның серіктес бишілері кейбір қырынан алғанда бірінші тарауда сөз болған Апалач тауындағы жылан ұстаушы уағызшылардан айрықша емес. Оларға киелі рух қонып, содан кейін олар мінбердің айналасында улы жыландарды ұстап алып, шаттана билейтін. Бауырымен жорғалаушыларды жүздеріне тым жақын ұстап тұрса да, шаққан жағдайда да ажал әкелетін уға мүлде бой бермейтіндей көрінетін. Бұл бишілер сондай-ақ Мбенга аралындағы Савау тайпасынан шыққан фиджиялық отбасыларды еске салады. Олар жалындаған бөренелер мен шоққа оранған әппақ болып қызған тастардың үстімен сағаттап жүре береді. Айтуынша, бұл қабілетті тайпаның бір арғы атасына тәңірлер сыйлаған, ал қазір ол қасиет әулет ішінде ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Әйнек жейтін бала да, жылан ұстаушы уағызшы да, фиджиялық отбасылар да бір сәтке болсын, бұл жолы жүзеге аспай қалса ше деп күмәнданбайды. Олардың ешқайсының бойында титтейде толқу, не күмән жоқ. Әйнекті шайнау, сылдырмақты жыландарды шыр айналдырып ұстау, немесе қызған тастардың үстімен жүру туралы шешім оларды тәннің, қоршаған ортаның, уақыттың шегінен асырып, биологиясын өзгерткендей, мүмкін еместей көрінетін әрекетті істеуге жол ашады.
Құдайлардың қорғауына деген тастай берік сенімдері райынан қайтуға, шегінуге титтей де орын қалдырмайды. Осы мысалдардың барлығында плацебо әсерінің түйісетін тұсы теңдеудің бір бөлігі аса қуатты сенімдер екендігі. Алайда осы құрамдас бөлікке лайықты зерттеу жасалған емес. Өйткені осы уақытқа дейін сана мен тәннің байланысын іздеген ғылыми зерттеулердің басым көпшілігі оның себебін іздеудің орнына тек плацебо әсерінің өзін өлшеумен шектеліп келді. Ішкі күйдегі мұндай ауысуға не түрткі болды? Иландыру ма? Шартты рефлекстің қалыптасуы ма? Тұншыққан эмоциялардың босап шығуы ма? Символикаға деген сенім бе? Әлде белгілі бір рухани тәжірибе ме? Бұл сұрақтар ашық күйінде қалып отыр. Тәнде осындай терең өзгерістерге не себеп болды? Егер соны анықтасақ, оны саналы түрде дамыта алар ма едік? Сенімдеріміз қайдан пайда болады? Біздің сенімдеріміз әрдайым өзіміз ойлағандай саналы бола бермейді. Ал плацебо әсерін пайдалану үшін біз өзіміз туралы, тәніміз бен денсаулығымыз үшін не мүмкін екендігі туралы сенімдерімізді шынайы өзгертуіміз керек болса, онда ең әуелі нағыз сенімнің не екенін және оның қайдан туындайтынын түсінуіміз қажет. Мәселен, бір науқас дәрігерге белгілі бір белгілермен келді делік. Ал дәрігер тексеру нәтижелеріне сүйеніп диагноз қойды. Дәрігер диагнозын айтып, болжам жасайды да орташа статистикалық нәтижеге негізделген кешенді ем тағайындайды. Науқас дәрігердің аузынан диабет, қатерлі ісік, гипотериоз немесе созылмалы шаршау синдромы деген үкімді естіген сәтте-ақ оның жадында бірінен бірі қорқынышты көріністер қылаң береді. Бұл оның өткен тәжірибесіне негізделген ойлар, бейнелер мен эмоциялар. Мысалы, оның ата-анасында дәл осындай дерт болған шығар. Не ол телешоудан сондай аурудан көз жұмған кейіпкерді көрген болар. Әлде интернеттен оқыған мақаласы оның үрейін ұшырған шығар. Көп жағдайда науқас дәрігердің қабылдауына келіп, оның кәсіби пікірін тыңдаған соң диагнозды еш күмәнсіз қабылдайды. Кейін дәрігердің айтқанына сенеді де, ақырында тағайындалған ем мен ықтимал салдарға иек артады. Науқас иланғыш келеді, дәрігер сөзіне тез беріліп кетеді. Егер сонымен қатар ол қорқыныш, алаңдаушылық, үрей мен мұңды да қабыл алса, онда оның санасында тек өз сезіміне сай келетін ойлар ғана, яғни өзін-өзі иландыру өрбиді. Науқас дертті жеңемін деп жағымды ойлауға тырысуы мүмкін. Алайда тәні бұрынғысынша өзін жайсыз сезінеді. Өйткені оған ноцебо әсері берілген. Бұл болмыстың теріс күйіне әкеліп, баяғы гендердің белсендірілуін қайта қоздырады және қандай да бір жаңа мүмкіндіктерді көруге, қабылдауға жол бермейді. Науқас көп жағдайда өзінің диагнозға қатысты сенімдердің ықпалында қалады. Ендеше, келесі тарауларда сөз болатын плацебо әсерін пайдаланып, өздерін емдеп шыққан адамдар нені өзгеше істеді? Ең алдымен олар диагноздың, болжамның, немесе ұсынылған емнің түпкілікті үкім екенін қабылдамады. Олар дәрігер беделімен баяндалған ең ықтимал нәтижеге де, болашақ тағдырына да сене қойған жоқ. Ақырында диагнозға, болжамға немесе ұсынылған емге арқа сүйемеді. Себебі олардың ұстанымы ішкі күйі қабылдап, сеніп, тәуелді болған адамдардың ұстанымынан мүлде бөлек еді. Сондықтан олар болмыстың басқа күйінде болды. Олар дәрігер кеңесі мен пікіріне иланғыш болған жоқ, өйткені қорқыныш пен торығуды сезінбеді және өздерін құрбан санаған жоқ. Керісінше оларды үміт пен құлшыныс кернеді. Ал мұндай эмоциялар жаңа ойлау бейнесін тудырып, жаңа мүмкіндіктерді көруге жол ашты. Олардың идеялары мен сенімдері тәнінде зиянды рефлекс тудырмады. Оны оқиғаның ең жаман сценарийіне икемдеп баптамады. Дәл сондай диагноз алған өзге жандар секілді емес. Олар өз болашағына басқа мағына берді. Сондықтан ниеті де өзгеше болды. Олар эпигенетика мен нейропластиканы түсінді.
Сол себепті өздерін дерттің дәрменсіз құрбаны санаудың орнына осы білімді белсенді әрекетке көшу үшін пайдаланды. Соның нәтижесінде олар бір диагнозды бөліскен өзгелерге қарағанда әлдеқайда жақсы тағдырға қол жеткізді. Енді көз алдымызға орташа бір науқасты елестетейік. Диагнозды ести сала ол «мен мұны жоққа шығарамын» деп жариялайды. Я, кейбіреулер диагнозды да дәрігер ескерткен салдарды қабылдамауы мүмкін, бірақ айырмашылық мынада. Адамдардың басым бөлігі дертке шалдықпауға ниеттенгенімен өз сенімдерін шын мәнінде өзгертпейді. Сенімді өзгерту үшін бейсаналық бағдарламаны өзгерту қажет. Өйткені сенім сен енді түсінетіндей болмыстың бейсаналы күйі. Өзгеріс жолында тек саналы ақылға сүйенетіндер гендерін қайта бағдарлай алмайды. Олардың сауығуы ақылмен қабылданған шешім деңгейінде ғана тоқтап қалады. Олар мүмкіндіктерге шын сеніп, ашық бола алмайды. Өйткені дәрігер нұсқауынан өзгеше кез келген нәрсеге илануға дайын емес. Мүмкін адамдардың емге жауап бермеуі, немесе денсаулығының өзгеріссіз қалуы олардың күн сайын бір ғана эмоциялық күйде өмір сүруінен шығар. Онда дәрігер қойған диагноз заманауи вуду қарғысының баламасына айналғаны ма? Енді аз кем шегініс жасап, сенімнің не екенін тереңірек қарастырайық. Мына бір ойдан бастайық. Егер сен белгілі бір ойлар мен сезімдерді бір-бірімен қайта-қайта байланыстырып, оларды әдетке, тіпті автоматты күйге айналдырсаң, олар ұстаным қалыптастырады. Ал ой мен сезім болмыстың күйін жасайтындықтан, ұстанымдар да болмыстың күйіне айналады. Олар сенің қалай ойлап, қалай сезінетініңе қарай сәт сайын құбылып отырады. Кез келген бір күй минуттар, сағаттар, күндер, тіпті 1-2 аптаға дейін созылуы мүмкін. Мәселен, ойыңа бірнеше жақсы ой келіп, олар жағымды сезімдер тудырса, сен бүгін көңіл күйім жақсы дейсің. Ал бірінен соң бірі тізілген теріс ойлар жағымсыз сезімдермен қатар өрілсе, сен бүгін көңіл күйім жоқ дейсің. Егер бір күйді талай рет қайталай берсең, ол саған таңба секілді жабысады. Белгілі бір ұстанымды жеткілікті ұзақ қайталап, оны басқа ұқсас күйлермен байланыстыра берсең, осылайша сен берік сенім, яғни иланым қалыптастырасың. Сенім болмыстың ұзартылған күйі ғана. Шын мәнінде сенім, сен қайта-қайта ойлап, қайта-қайта сезінген ойлар мен сезімдер. Олар миыңда берік байланыс орнатып, тәніңде эмоциялық рефлекс ретінде шартталып қалғанға дейін жалғаса береді. Бір жағынан сен оларға тәуелді болып қаласың, сондықтан оларды өзгерту қиынға соғады. Оның үстіне біреу оларды жоққа шығарса, бұл саған ұнамайды. Тәжірибе миыңа таңбаланып, эмоциялар арқылы химиялық түрде беккендіктен сенімдердің басым бөлігі өткен тәжірибеге негізделеді. Осылайша бір ойларға қайта-қайта оралып, естеліктеріңді саралап талдай берсең, бұл ойлар автоматты бейсаналық бағдарламаға айналады. Өткен тәжірибеге негізделген сол бір сезімдерді үнемі қайта-қайта жаңғыртып, оқиға шын мәнінде болған кездегі күйді дәл сол қалпында сезінсең, тәніңді сол эмоцияның бейсаналық жеткізушісіне айналдырасың. Ал ол бейсаналық түрде өткен шақта өмір сүре береді. Демек, сенімдер өткеннен мұра болып қалған бейсаналық әрі санадан тыс болмыс күйлері. Олар ұстанымнан гөрі тұрақ, айлар, жылдар бойы сақталуы мүмкін. Ұзақ сақталған сайын олар сенің ішкі әлеміңде берік бағдарламаға айналады. Осы айтылғанға менің балалық шағымнан бір мысал айқын дәлел бола алады. Мен италиялық отбасында өстім. 4-ші сыныпқа көшкенде біз италиялықтар мен еврейлер тұратын басқа қалаға қоныс аудардық. Жаңа мектептегі алғашқы күні мұғалім мені 3 еврей қыздың жанына отырғызды. Олар маған бірден соңғы жаңалықты жеткізді. Иса италиялық болмаған екен. Бұл өмірімдегі ең есте қаларлық күндердің бірі болды. Үйге оралғанда италиялық анам жаңа мектептегі алғашқы күнімнің қалай өткенін сұрай бастады. Ал мен үнсіз қалдым. Оның бірнеше сұрақ жауапсыз қалған соң, ол мені қолымнан ұстап не болғанын айтуға мәжбүр етті.
Мен өмір бойы Исаны италиялық деп ойлап келдім деп ашумен айтып салдым. Қайдағыны айтасың, деді анам. Ол еврей. Еврей? деп қайталадым мен. Қалайша еврей? Анау иконалардың бәрінде ол италиялыққа ұқсамай ма? Әжем онымен күні бойы итальянша сөйлеспей ме? Ал Рим империясы ше? Рим Италияда емес пе? Менің Исаны италиялық деп сенуім өткен тәжірибеме негізделген еді. Ал ол туралы ойларым мен сезімдерім болмысымның автоматты күйіне айналып кеткен болатын. Бұл сеніммен күресуге тура келді. Өйткені тереңге тамыр жайған сенімдерді өзгерту оңай емес. Айтып жатудың өзі артық шығар, бірақ мен ақыры оны еңсере алдым. Осы тұжырымды тағы да тереңдете түсейік. Егер сен өзара туыстас бірнеше сенімді бір арнаға тоғыстырсаң, олар сенің қабылдауыңды қалыптастырады. Демек, сенің шындықты қабылдауың ұзақ мерзімді сенімдеріңе, ұстанымдарыңа, ойларың мен сезімдеріңе негізделген тұрақты болмыс күйі. Ал сенімдерің бейсаналық әрі санадан тыс болмыс күйіне айналғандықтан, сенің қабылдауың да көбіне өз шындығына деген бейсаналық көзқарасқа айналады. Ғылыми тәжірибелер біздің шындықты дәл сол күйінде көрмейтінімізді көрсетеді. Біз оны бейсаналық түрде өткендегі тәжірибемізбен толықтырамыз. Қабылдау көбіне декларативті емес, әрі бейсаналық сипатта болады. Осылайша біз шындықты өз қалауымызша автоматты түрде өңдеп, редакциялап отырамыз. Мысалы, сен көлігіңнің жақсы екенін білесің. Ол сирек бұзылады, сондықтан сен оны жақсы қабылдайсың. Сен өз қабылдауыңды табиғи әрі дұрыс деп есептейсің, бірақ шын мәнінде ол субъективті. Өйткені дәл сондай маркамен жинақтағы көлігі бар басқа біреу ол туралы мүлде бөлек пікірде болуы мүмкін. Егер сен көпшілікке ұқсас болсаң, ұқсас ақауларға елеулі бір нәрсе істен шыққанша мән бермейсің. Ертең көлігің кешегідей жүре береді деп күтесің. Болашақтағы жүргізу тәжірибең өткен тәжірибеңдей болады деп табиғи түрде болжам жасайсың. Алайда көлік бұзылған сәтте ғана оған көбірек назар аударасың. Көлігің туралы бейсаналық қабылдауың саналы бақылауға ауысады. Дәл осындай қағида жұбайыңмен, әріптестеріңмен, қарым-қатынасыңа, мәдениетіңе, нәсіліңе, тіпті өз тәніңе ауырсынуыңа да қатысты. Шын мәнінде шындықты қабылдаудың басым бөлігі осылай жұмыс істейді. Егер сен бейсаналық қабылдауыңды өзгерткің келсе, саналырақ болуың қажет. Бұрын назар аудармаған өз болмысыңның және өміріңнің қырларына зейініңді арттыруың керек. Оянып, сана деңгейіңді өзгертуің қажет. Бұрын бейсаналық күйде қабылдаған нәрселеріңді саналы түрде аңғара бастауың керек. Алайда бұл оңай емес. Өйткені сен бір шындықты қайта-қайта бастан кешіре берсең, әлемді қабылдау тәсілің сол бір күйді қайта туындата береді. Қабылдауың автоматты сипатқа ие болып, шындықтың шынайы болмысына назар аудармасаң, сен бейсаналық түрде сол шындықпен келісіп, оны қабылдайсың. Дәл көптеген адамдар медициналық модельдің диагноз туралы айтқанын бейсаналық түрде қабылдаған секілді. Сондықтан плацебо әсері арқылы сенімдер мен қабылдауды өзгертудің жалғыз жолы өз болмысыңның күйін өзгерту. Ескі, шектеулі сенімдеріңнің өткеннің жазбасы екенін көріп, олардан арылуға шын ниеттенуің керек. Сонда ғана өзің туралы жаңа сенімдерді қабылдап, жаңа болашақ қалыптастыра аласың. Сенімдерді қалай өзгертуге болады? Ендеше өзіңе мына сұрақты қой. Өзің және өмірің туралы бейсаналық түрде ұстанып жүрген қандай сенімдер мен түсініктерді өзгертуің керек? Сонда жаңа болмыс күйін қалыптастыра аласың. Бұл сұраққа терең ойланған жөн. Өйткені біз көбіне бейсаналық түрде сенетін сенімдеріміздің бар екенін де білмейміз. Біз сыртқы ортадан түрлі ишараларды қабылдаймыз, ал олар өз кезегінде шын болуы да, болмауы да мүмкін сенімдерді қалыптастыруға итермелейді. Бірақ біз белгілі бір сенімді қабылдаған сәттен бастап, ол тек біздің әрекетімізге ғана емес, таңдауымызға да ықпал етеді. Екінші тараудағы математикалық тест тапсырған әйелдер туралы тәжірибені есіңе түсір. Олар тест алдында ерлер математикаға қабілетті деген жалған ғылыми есепті оқыған еді. Осыны ескере отырып, төмендегі кең таралған сенімдер тізіміне көз жүгірт те, олардың қайсысын өзің байқамай-ақ
ішкі әлеміңде орнықтырып алғаныңды аңғар. Мен математикаға қабілетсізбін. Мен ұялшақпын. Тез ашуланамын. Маған ақыл мен тапқырлық жетіспейді. Мен ата-анамнан ұзап кете алмадым. Ер адамдар жыламауы керек. Маған лайық жар табылмайды. Әйелдер барлық жағынан ерлерден төмен. Өмір тым салмақты. Өмір қиын. Мен ешқашан табысқа жетпеймін. Бір нәрсеге жету үшін жаным салып еңбек етуім керек. Өмірімде жақсылық жоқ. Мен жолы болмайтын адаммын. Ештеңе мен қалағандай болмайды. Маған үнемі уақыт жетпейді. Мен бақытымды өзгелер ойласын. Мына нәрсені алсам болды, бақытты болам. Бұл өмірде бір нәрсені өзгерту қиын. Шындық, сызықтық үдеріс. Барлық ауру микробтан болады. Мен тез салмақ қосамын. Маған 8 сағат ұйқы қажет. Менің үнемі бір жерім ауырады. Бұл қалыпты жағдай. Менің биологиялық сағатым тықылдап тұр. Әдемілік дәл осындай болуы керек. Себепсіз күлкі ақымақтықтың белгісі. Мен өз бетімшемін, Құдай өз бетімен. Мен жаман адаммын, Құдай мені сүймейді. Бұл тізімді шексіз жалғастыруға болады, бірақ негізгі ой түсінікті. Сенімдер мен түсініктер өткен тәжірибеге негізделгендіктен өзің туралы ұстанатын әрбір сенім өткеніңнен шыққан. Ендеше олар рас па, әлде сен оларды өзің ойлап таптың ба? Бір кездері шындыққа сай болған күннің өзінде бұл олардың қазірде дұрыс екенін білдірмейді. Бірақ біз бұған басқаша қараймыз, өйткені өз ұстанымдарымызға, өткеннің эмоцияларына тәуелдіміз. Біз сенімдерімізді өзгертуге болатынын жеке пікір емес, абсолютті ақиқат деп қабылдаймыз. Егер біз бір нәрсеге қатты сенсек, ал көз алдымызда соған қарама-қарсы дәлел тұрса, біз оны байқамай қалуымыз әбден мүмкін. Өйткені қабылдауымыз бейсаналық ұстанымдарымызбен айқындалады. Біз шын болуы міндетті емес, талай нәрсеге сенуді өзімізге рефлекс етіп қалыптастырдық. Олардың көбі денсаулығымыз бен бақытымызға кері әсер етеді. Мұның айқын мысалы мәдени наным сенімдер мен ырымдар. Бірінші тараудағы вуду қарғысы туралы оқиғаны еске түсір. Науқас өзін вуду сиқыршысы қарғады деп сенгендіктен жақын арада өлемін деп нық сенді. Кейбір мәдени сенімдер адамды мезгілінен бұрын ажалға да ұрындыруы мүмкін. Мысалы, Қытай текті америкалық арасында ауруы өздерінің туған жылымен, Қытай астрологиясы мен дәстүрлі медицинасы қолайсыз деп санайтын жылмен сәйкес келгендер шамамен 5 жыл ертерек қайтыс болады. Мұндай қорытындыға Калифорния университеті Сан-Диего зерттеушілері келген. Олар Қытай текті америкалықтардың 30 мыңға жуық өлім куәлігін талдаған. Бұл әсер Қытай дәстүрлері мен сенімдеріне берік адамдарда айқынырақ байқалған, және ол зерттелген негізгі өлім себептерінің басым бөлігінде расталған. Мәселен, ісіктер мен жаңа түзілістерге бейім жылдары туған Қытай текті америкалықтар лимфа обырынан басқа жылдары туған қандастарына немесе дәл сондай қатерлі ісікке шалдыққан Қытай емес америкалықтарға қарағанда орта есеппен 4 жыл ертерек көз жұмады. Бұл мысалдар көрсеткендей, біз тек саналы немесе бейсаналы түрде шын деп қабылдаған нәрсеге ғана иланамыз. Қытай астрологиясына сенбейтін эскимосқа сен жолбарыс жылы немесе айдаһар жылы туғандықтан белгілі бір ауруға бейімсің деген ойды сіңіру қаншалық қиын болса, дәл сол сияқты Рим папасын сені вуду сиқыршысы қарғады, ең жуық арада өлесің деп сендіру соншалықты мүмкін емес. Алайда кез келгеніміз бір нәтижені саналы түрде сараламай-ақ қабылдап, оған сеніп, соған сүйенетін болсақ, сол сәттен бастап дәл сол шындыққа қатысты иланғышқа айналамыз. Көпшіліктің мұндай сенімі саналы ақылдың шегінен асып, тікелей бейсанаға орнығады, ал бұл шын мәнінде аурудың туындауына себеп болуы мүмкін. Ендеше тағы бір сұрақ: мәдени ұстанымдарға негізделген, бірақ шындыққа сай болмауы да мүмкін қанша жеке сенімің бар? Сенімдерді өзгерту оңай емес, бірақ мүмкін. Бейсаналық сенімдеріңе батыл күмән келтіре алсаң, не боларын елестетіп көрші. Мысалы, маған ешқашан уақыт жетпейді деп ойлап, солай сезінудің орнына,
Мен уақыттың шектеуінен тыс өмір сүремін және бәріне үлгеремін деп ойлап, соны сезінсеңші, әлем маған қарсы сөз байласқан деген сенімнің орнына, әлем менің досым және менің игілігіме жұмыс істейді деп сенсең, қандай ғажап сенім. Егер сен әлем сені сүйеді деп шын сенсең, қалай ойлар едің? Қалай өмір сүрер едің? Көшеде қалай жүрер едің? Өмірің өзгерер ме еді? Сенімді өзгерту үшін алдымен мұндай мүмкіндікті қабылдау керек. Содан соң жоғарыда айтылған шабыт арқылы энергия деңгейіңді өзгертіп, ақырында биологияңның өзін қайта ұйымдастыруыңа мүмкіндік беру қажет. Бұл қайта ұйымдасу қалай, қашан болатынын ойлаудың қажеті жоқ. Бұл талдаушы ақылдың ісі. Ол сені қайтадан бета-толқындар күйіне тартып, иланғыштығыңды төмендетеді. Оның орнына тек түпкілікті шешім қабылдауың керек. Сол шешімнің амплитудасы немесе энергиясы миыңдағы берік байланысқан бағдарламалардан және тәніңдегі эмоциялық тәуелдіктен асып түскен сәтте сен өткеніңнен биік көтеріле бастайсың. Тәнің жаңа ой бейнесіне жауап беріп, шынайы өзгеріс жүзеге асады. Сен мұны қалай істеу керегін бұрыннан білесің. Өткен өміріңде өзіңді немесе өміріңді өзгертуге бел болған бір сәтті есіңе түсір. Сол кезде бәлкім өз-өзіңе қалай сезінсем де бәрібір, өмірімде не болып жатса да бәрібір, қанша уақыт кетсе де бәрібір, мен мұны соңына дейін жеткіземін деген шығарсың. Сол мезетте денеңді тоқ ұрғандай болып, терің түршігіп кеткен жоқ па? Өйткені сен болмыстың өзгерген күйіне өткен едің. Сол энергияны сезінген сәтте сен тәніңе жаңа ақпарат жібердің. Шабытты күйге еніп, әдеттегі дәрменсіз құрбан күйіңнен шықтың. Бір ғана ойдың күшімен тәнің бір сарынды өткен өмірден жаңа болашаққа қарай қадам басты. Егер соңына дейін тыңдасаң және саған ақпараттар ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа. Кітаптың басы және жалғасының сілтемесі видеоның описание бөлімінде беріледі. Сонымен қатар, мен қолға алған Instagram парақшам Перизат Султан Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Махаббатпен, Перизат Султан.